Бүгін Сарыөзек гарнизоны 12-де 740 әскери бөліміне келген жас сарбаздарменен оқу жаттығулар жүргізіліп жатыр. Бірінші осы оқу жаттығуының аяқталу мақсатында тактикалық дайындық, саптық дайындық, дене даярлықтары және мемлекеттік құқық дайындық сабақтар жүргізілді. Осы сабақтардың аяқталу мақсатында осы оқу жаттығу орталығына келіп атыс дайындығын жүргіздік. Сонымен қоса олардың моральдық психологиялық жағдайын көтеру мақсатында күрделі жаттығулардың бірі танктен өту жаттығуын жүргізіп отырдық. Келесі біздің тапсырмамыз осы жас буындарға әскери антқа дайындау жүргізіледі. Бүгін бізде атыс жаттығулар болды. Бұл бізде уже екінші атыс жаттығу. Одан кейін танктың астынан өту жаттығуларын жасадық. Естіген бір бөлек, көзбен көрген бір бөлек, өзіміздің терімізбен, өзіміздің жан дүниемізбен оның бәрін сезіндік, көрдік. Эмоция көп. Негізі ер адам қиындық сайын жігерленеді, ол ұштанады, ол қайратты болады. Осынау аз ғана бір айдың ішінде көріп үйренген затымыз өте көп. Әскердің ер азаматқа берер өте көп негізі. Біле білген адамға және оны қабылдай білген адамға. Соның бәрін алып, бұйырса бір жылдан кейін ер азамат болып айтамыз. Соған күн сайын бір-бір қадамнан жасап жатырмыз.